Қайырлы күн, шебер ханымдар, мастер классына қош келдіңіздер. Алдымен сіздерді тігінге керек құралдармен таныстырып өтейін. Бізге қайшы керек, 9-10 қайшы деген болады. Мен де 9 қайшыны пайдаланып жатырмын. Сызғыш пластмассовый сызғыштар болады. Жандай екі беті бары көрініп тұратын бесцветный. Сондай алсаңыздар болады, мен ағаш сызғышты пайдаланып отырмын. Ручка, қалам, бор немесе бор пайдаланасыздар. Арнайы борлар болады, жұмыс барысында көрсетемін. Жіп үзгіш, жіп үземіз, қиямыз, мынандай жерлері, үшкір жері бар. Бұны да жұмыс барысында қалай пайдаланатыныңызды көрсететін боламын. Және шипцы, жіп қиып отыруға. 40-тық жіп керек, ақ және көк. Енді мынау астарына кетеді, ақ басқа пайдалана беруіңізге болады. Желательно мына көк замок тіккенде жұмыс барысында көрсететін болам, қалай пайдаланатынымызды. 40-шы номер. 20-шы номер жіп, бұл жібек жіп, жеңсі тігетін жібек жіп, бұл көрпе көктеуге керек болады. Бұнда жұмыс барысында қалай пайдаланатын көрсететін болам. Тебен ине, көрпе көктеуге. Тебен инелер желательно жеңішке ұзындау болған абзал. Әрине оймақ. Мынандай инелер болады. Тереуіш дейді бір жерлерде, ине дейді бір жерлерде. Осындайды алып қойғандарыңыз абзал. Осы міндетті түрде керек болады. Көрпешеміз көбіне басым бояуы көк цвет болғаннан кейін көк матадан 2 метр алғаныңыздарыңыз абзал. Енді бұл сіздерге мен көк мата пайдаланыңыздар, ақ мата пайдаланыңыздар деп айта алмаймын. Өздеріңізде қандай материал бар, қандай материалды сәйкестік жасай аласыздар, сол материалдан пайдалана берулеріңізге болады. Мен де өзімде енді мен көк материалды мастер класс жүргізгеннен кейін көк матадан 2 метр аласыздар. Ені 2,80 перделік мата менікі. Енді әркім королевский велюр деп жатады, турецкий велюр, иранский велюр деп жатады. Әркім өзінің ыңғайына қарай пайдалана беруге болады. Алғашқа үйренетін кезде ол қымбат материал алмай қойыңыздар. Шамаларыңыз келгенше үйде қандай мата бар, сондай матамен пайдалануларыңызға болады. Ені 2,80 бұл перделік велюрдің ұзындығын 2 метр қып міндетті түрде аласыздар. Өйткені неге 2 метр? 2 метр көп болады әрине, бірақ біз екі жанына қоятын кезде ұзындығынан 2 метр 1,90, 2 метр ұзындығын алуымыз керек. Сондықтан бізге міндетті түрде 2 метр перделік велюрден ұзындығы желательно 2 метр болған абзал. Ақ мата. Бұл да велюрден бұдан жарты метр алсаңыздар болады, өйткені ені 2,80. Кейбіреулер 1 метр алып жатады, өйткені екі көрпешеге жаратамыз деп. Өздеріңіз 30 сантиметр алуға да болады, бірақ 30 сантиметр базарда сатылмайды, магазинде сатылмайды, сондықтан жарты метр жетіп жатады. Егер жарты метр маған аз десеңіздер, 1 метр алуларыңызға болады. Астарлыққа үстіңдегі матаңыз қандай болса, сондай мата алған абзал. Көрпешеңіздің сәнін, түсін құртпайды. Бұдан шыттан, сәтеннен пайдаланып жатады. Сосын бамбук, габардиннен пайдалануға болады. Менде бамбук материал. Бұдан да мен ұзындығын 2 метрден алдым. 2,5 метр алдым. Өйткені біз 2,5 метр 2,30 пайдаланамыз. Өйткені көрпешен ұзындығы 2,20, 2,30 болғаннан кейін құралып қалмау керек. Астарыңыз. Енді өздеріңізге кейін кәсіп ашам, сатамын дейтін болсаңыздар, құралмау керек. Астыңғы тауарыңыз құралмаған абзал. Енді өздеріңіз үйіңізге төсейім, өзімге десеңіз, шамаңыз келгенше барыңызбен жасай беріңіз. Бірақ неғұрлым 2 метр алғаныңыз абзал. Сосын бізге тырнақшаға мен пайдаланамын. Тырнақшаға көбіне мен жұқа материал пайдаланбаймын. Бұл да партерный атлас. Бұлар да перделік маталар сататын жерде сатылады. Бұның да ені 2,80. Бұдан жарты метр болса болады. 30 сантиметр айттым ғой, да 30 сантиметр шер сатпайды, жарты метр ала беріңіздер. Сосын бөздің қалыңы, бөз болғанда шыт мата да бола береді, өзі сәтен мата да бола береді. Табандыққа
қазір мен жұмыс барысында көрсетсем, құрақтың астарына құрақты жапсырып төгу табандыққа бөз материал керек біз болады 1 метр. Бұдан 1 метр аласыздар. Бөздің қалыңдығы болады. Қалыңы орташа жұқалығы болады. Желательно андай қалың алғандарыңыз дұрыс. Қолыңыз біткен кезде астынан қолыңыз көрінбейтін деп ала беріңіздер. Өйткені мынау жұмсақ болмау керек. Жұмсақ болған жағдайда құрағыңыз дұрыс шықпайды. Паутина деген болады. Паутина оюды матаға жапсыруға керек болады. Мінекеңіз. Мына екі бұл өріп тоқылғандай сияқты, мынандай жандай бұл материал, бұл жер жандай не сататын жерлер базарларда, ине жіп сататын жерлерде кездеседі. Материал сататын жерлерде де бар, мата сататын жерлерде де бар. Алсаңыздар болады, бұдан 1 метр керек. Кант көрпішенің жегіне мен өзім 6,5-7 метрде керек, мен өзім дайындап қойдым. Мінекей мынандай болады. Бір шеті мынандай жіп болады да, содан жіптің жегінен тігіліп осындай болады. Бұдан 6 метр, 6,5-7 метр алғандарыңыз абзал, жетпей қалмасын. Аракл мына оюға керек болады. Ою ойған кезде мына бет жағы жылтырақ жағы керек емес, бізге мына астары керек, екінші қабаты керек. Осы астарын көрсетемін қалай жұмыс жасайтын. Осы міндетті түрде аракл алып қойыңыздар. Бұл енді кітап сататын жерде, ручка, дәптер, балдардың оқуға керек заттар сататын жерде бар. Кейбір жерлерде жандай не қойылданып атады, қатты қағаз андай неге пешке жаңағыдай торт пісіргенде астына қоятын қағаздарды пайдаланып жатады. Бірақ маған осы шамалы тиімділаумен бірыңғай осымен жұмыс жасаймын. Оюымызға мынандай ою керек. Бұл енді лекал дейміз. Ағаштан жасалып жатады, қатты матадан жасалып жатады. Осындай базарда сатылады. Базарда жаңағы интерьер сататын жерлерде, ине жіп сататын жерлерде болады. Біз осы мына ішкі жағын пайдаланамыз. Бұл оюдан 2 құрақ шығады. Ішкі жағы және сыртқы жағы шығады. Бұның мен қазір айтып жіберейін қандай екен. 22. Бұл 22. 22-де 22. 23-те 23 қып аласыздар. Материалдарыңызды 23-те 23 қып аласыздар. 22 жарым екен, бір жағы 22 жарым, бір шеті 22-де 4 болады. Сонда 23 қып материалдарыңызды қиып ала бересіздер оюға. Жұмыс барысында қалай жұмыс жасайтынын мен сіздерге көрсетемін. Сосын бізге көрпенің ішкі жағына, бидайлығына бөз бізге жұқа бөз пайдалана беруімізге болады. Кейбір жерде шыт пайдаланып жатады. Енді өздеріңіздің шамаларыңызға, ыңғайларыңызға қарайсыз. Бөз мынандай жұқа бөз болса болады. Бұл арзан бөз. Осындайдан бәз дейді кейбір жерлерде, әр жерде әртүрлі айтылады. Осылардан пайдалануыңызға болады. Немесе шыт аласыздар. Бұдан 5 метр, 4,5-5 метр алғандарыңыз абзал. Мақта. Мынандай мақта аласыздар. Мақтадан әппақ ақ мақта алмаңыздар. Әппақ ақ мақта, высший сорт мақта алмаңыздар. Өйткені ол мақта жамылғыға жақсы. Жамылғы тігетін болсаңыздар, жамылғыға ақ мақта алуларыңызға болады. Ол жұмсақ үлпілдеп тұрады. Ол жайған сайын жаны кіреді. Ал астарға төсейтін көрпешеге осындай сары жетісайдың мақтасы деген болады. Базарға барып болсаңыздар, сәл арзандау болады. Енді әр жерде әртүрлі, бір жерде 400 теңге, бір жерде 450 теңге. Сол сары мақтадан алсаңыздар болады. Сол сәл не болады? Тығыз болады арасы. Сосын астарға төсеген кезде өте не қылмайды, жабысып қалмайды. Ал енді іске сәт, қазір енді жұмысқа кірісейік.